us not forget, let us not forget who we are, whence we came, where we shall go. Let us not forget, we have now fallen and forgotten who we are. Wandering on earth with no compass in hand, but we can remember, let us not forget that although cast in this lonely world. Assalamu alaikum, qimmatli қазақ елі. Сіздердің алдарыңызда мен Нұрдәулет Шаймұратұлы. Осы қиын-қыстау кездерінде бәріміз қарағым жерге аттап басып шыға алмай, қамалып отырған жайымыз бар. Осы сәттерде пайдаланып қарап отырғанша бір іске жарай отырайық деп, біздің білген дүниелерімізбен бөлісіп отырайық деп зерттеп айналысып жүрген тақырыбым Руми Жәләләддин Мәулана хақында сіздермен ой бөлісейін деп отырмын. Негізі ол кісінің атақты еңбегі Мәснәуи шәріпті зерттеу ретінде алып, докторлық PhD жұмысыма ғылыми зерттеу жұмыс жазып жатқан едім. Сондықтан енді Румиді білетін кісілер бар, көбіңіз білесіздер деп ойлаймын, себебі әлемге өте танымал тұлға. Сондықтан сіздермен бұл кісінің өмірбаяны жайында, жалпы Руми деген кім болған, қандай еңбек еткен, Румидің еңбектері несімен құнды, біз одан не үйренеміз деген дүниелерді қысқаша баяндап сіздермен бөлісіп отырайын деп осы бір видеоны түсіріп отырған жайым бар. Енді Руми жалпысы кім дейтін болатын болсақ, Руми шығыстың ұлы шайыры деп жүреді, өзі мистика, сопылық бағытындағы, исламдағы сопылық бағытының негізгі өкілдерінің бірі, негізгі және бірегейі. Соның ішіндегі Мәулави сопылық орден деген бар, бауырластық, соның негізін қалаушы тұлға ретінде саналады. Қазіргі Румидің Ауғанстан, Иран және Түркияның тұрақты делегацияларының ұсынысы бойынша ЮНЕСКО-ның атқарушы кеңесі Румидің туған күніне 8 жыл толуына орай Руми жылы деп жаңағы 2007 жылды жариялаған болатын. Румидің не үшін соншалықты жоғарғы дәрежеде насихатталып жатыр қазір әлемде? Себебі бұл кісі қазір батыс әлемі өте көп қызығушылық танытып отыр. Тіпті Америка Құрама Штаттарында өте көп зерттелген Руми, ағылшын тіліне көп аударылған еңбек. 2008 жылы ақш-та ең көп оқылатын автор ретінде Руми есепке алынды. Тіпті аты жолы Шекспирдің өзі артында шаң қауып қалды деп айтсақ болады Румидің. Және біз түркітану ғылымы деп айтатын болсақ, түрк әдебиеті болсын, Османлы әдебиеті болсын, жалпысы ислам әлемі болсын, осыған Румидің тұлға ретінде қосқан үлесі өте көп. Біз Румиді айналып өтіп кете алмаймыз осыны зерттеген кезде. Ал Руми еңбектерін көбін парсы тілінде жазған, нұсқасы парсы тілі болып есептеледі. Бірақ қазіргі бүгінгі түрік тіліне болсын, көптеген әлемнің басқа тілдеріне Руми толық аударылып жатыр, қазақ тіліне де аударылып жатыр. Қазір ол келеміз, ол туралы әңгімелейміз. Енді Руми кім болды, қай кезде өмір сүрді деген сияқты сұрақтарға жауап бере кетейік. Руми 1207 жылы Қорасанның Балқ қаласында, бүгінгі Ауғанстан жерінде, енді бір деректерді айтады, бүгінгі Тәжікстан жеріндегі Балқ аймағында дейді, бірақ Бахш өзенінің бойында Бахш деген ауылда дүниеге келген деп айтады. Яғни атақты сол кездегі Хорезмшах мемлекетінің беделді фиқ ғалымы Мұхаммед бин әл-Хусейн әл-Хатиби әл-Балхи деген кісінің отбасында дүниеге келген. Туғандағы берілген аты Жәләләддин Мұхаммед Балхи еді. Кейін батыс әлеміне Руми деген атпен танымал болған бұл кісі. Сол кездегі Анадолы Румидің өмір сүрген, кейін ғұмырының көп бөлігін өткізген жері Анадолы, яғни Византия қамтыған кіші Азияны батыс әлемі Рум деп атаған. Сондықтан Румнан шыққан, румдық мағынасында Руми деп атаған дейді.
Ал түрік, парсы, жалпы ислам әлемінде көбінде бұл кісіні Мәулана деп атайды, біздің шеберіміз деген мағыналы, немесе Мәулаби, біздің ұстазымыз деген есіммен танымал болған. Біз енді ары қарай көбінде Руми деген атпенен қолдана береміз, себебі Мәулана деп те танып жатамыз, Руми деп те танып жатамыз. Сондай-ақ Хазірет Румидің әкесі шейх Мұхаммед Бахауиддин Белед, Хазірет Әбу Бәкірдің кіндігінен тараған 11-ші ұрпағы деп, жаңағы Мәулананың баласы Сұлтан Белетнама деген кітабында жазып кеткен, яғни Әбу Бәкірдің ұрпағы деп айтады. Және бұл кісі Хорезм парсыларынан шыққандықтан ата-анасы парсы тілінде сөйлеген айтылады. Румиді бірақ қазір көбінде батыс әлемі болсын, біз көбінде мына орыстың ғалымдарына сүйеніп жатамыз, ол кісілер болсын барлығы парсы әдебиетінің өкілі ретінде қарастырады. Ал бүгін Түркияға қарасақ, Мәулананың қазір ол кісі Конияда өмір сүрген. Румиді ол кісілер түрік деп те айтатын пікірлер бар. Ол туралы Румидің жалпы тақырыбына қатысты көптеген тартысты мәселелер өте көп. Біз осы тартысты мәселелерді осы видеодан уақыт болып жатса, соңғы жағынан талқылап өтетін шығармыз. Әзірге жаңағы Румидің өмірбаянына қайталап оралайық. Сонымен 13-ші ғасыр деген бір моңғол шапқыншылығы бар, жаңа бір жаугершілік замандар болды. Хорасанда туса да бұл кісі 1215-тен 1220 жылы шығыстан батысқа ауа көшкен жаңа моңғол шапқыншылығына елмен бірге батысқа қарай көшеді. Яғни ол кезде Руми 5 жас деп айтылады. 5 жаста, небәрі 5 жаста болатын. Ал енді бір деректерде моңғол шапқыншылығынан емес, Хорезм шахы Алладинге қарсы үгіт-насихат жүргізді деген жаламенен әкесі қуғынға ұшырады дейді. Сол себепте балқын тастап батысқа көшті дейді. Осы ұзақ сапар енді Мәулананың рухани кемелденуіне, білімнің қалыптасуына көптеген септігін тигізді. Бір нәрсені ескере кетуіміз керек. Ең алғашқы ұстазы бұл кісінің әкесі, жаңағы Бахауиддин деген кісі. Бұл кісінің әкесі Бахауиддин Сұлтан Улама деген атпенен әйгілі болған. Яғни қауымдардың ұстазы деген, қауымдардың сұлтаны деген атпен танымал, өте исламның мықты ғалым болған кісі. Және алғашқы ұстаз болып саналады. Енді екінші сапарында Руми кез ұстаздармен танысады. Ұзақ сапардың барысында, мысалы жаңағы Нишапурда, яғни бұл кісі Фарид ад-Дин ат-Тар деген кісімен танысады. Фарид ад-Дин ат-Тар Санай, Мұхиддин ибн Араби іспет үлкен ғұламалармен кезігеді. Иранның жаңағы Нишапур деген қала, ол Иранның Хорасан аумағында орналасқан. Аттар Румидің рухани әлемін бірден таниды алғаш кездескен кезде. Сосын жаңағы өзінің Мәнтик ат-Тайр деген кітабын сыйға тартты дейді. Ол кітап мынандай кітап, міне Фарид ат-Тардың кітабы. Осы кітабын сыйға тартты дейді. Кейін Мәснауидің қалыптасуына, өзінің атақты жаңағы еңбегі Мәснауи шәріпті жазып шығуына, Мәснауи еңбегін осы кісілерден көп әсерленді дейді. Жаңағы Санаидің еңбегі, Ибн Арабидің еңбегі көптеген әсерін тигізді дейді. Бірақ негізгі ұстазы бізге Шәмс Тебризи деп айтылып жүр. Шәмс Тебризиге қазір тоқтала кетеміз соңғы жағында. Рет-ретіменен әрине. Енді Нишапурдан бұл кісілер Бағдадқа шығады, одан Хижазға барып, одан әрі Меккеге қажылық жасайды. Шам, Малатия, Ерсинжан, Сибас, Қайсері және Нигдия арқылы өтеді, көптеген қалалар. Ақыры Қараманға келіп тоқтайды бұл кісілер. Ол жерде 7 жыл өмір сүреді. Румидің анасы менен туған ағасы осы қалада қайтыс болады. Мәулана Халауие медресесінде дәріс алып, Шан-Халаб медресесінде ислам ғылымын жетік үйреніп, жазу өнер сабақтарын тәмамдайды осы жерде. Сосын Руми 1225 жылы Қараман қаласында Қожа Шәмсеттин Самарқандидің қызы Гаухар Хатунға үйленеді. Олардың Сұлтан Уәләд және Әләддин Шәләби атты екі ұлы болады, әйел қайтыс болады. Осы жерден Руми екінші рет үйленіп, ұлы Әмир Әләддин Шәләби және Мәләка Хатун деген қызды болады бұл жерде. Яғни көріп отырғандарыңыздай 4 баласы бар. Ал 1228 жылы 1 мамырда Анадолының билеушісі Алауиддин Кейкуат арнайы шақыру жібереді. Бұл кісінің Бахауиддинге жаңағы келуге.
Селжүк сұлтанатына. Сосын бұл кісілер Анадолуға келеді жаңағы 1228 жылы. Бахауаддин орталық медресенің діни мектептің басшысы болады осы жерде. Сосын 1230 жылы қайтыс болғанда 25 жастағы ұлы Руми әкесінің орнында қызметін жалғастырып медресені басқарады. Бұл кезде жаңағы Коня қаласы да түрік ислам әлемінің рухани орталығы болып тұрған кез еді. Анадолудың билеушісі Алауиддин Кейкуат тек қана жаңағы Румидің әкесін ғана емес, бұл кезде сол кездегі жаңағы жаугершілік заманда қуғынға ұшыраған ғұламалар, дін адамдары, оқымыстылардың барлығын арнайы қанатының астына алып, көптеген қамқорлықтар жасайды. Ал осы жылдары Румидің әкесінің досы Сейд Бурханаддин Тирмази Коняға келіп, Мәулананың ұстазы ретінде жаңағы әкесі қайтыс болғаннан кейін 9 жыл жұмыс істейді. Мәуланаға ұстаздық қылады. Осы 9 жыл ішінде Руми суфизмді ұстанады. Сири сүлік деген, яғни нәпсіні тәрбиелеу жолына рухани саяхат жасайды. Сосын 1232 жылда 1239 жылдар аралығында екі ірі ілім орталығы Халаб, яғни Алеппо мен Дамаск қалаларына барып, білімін ары қарай жалғастырады. Көптеген теологиялық, философиялық ғылым илімдерге танымал ғалымдармен кездеседі. Ал Сайд Бурханаддин Мұхаммед Термези Кайсерге қоныс аударып, сол жерде 1242 жылы қайтыс болды. Содан кейін Руми қоғамдық өмірге араласа бастайды. Яғни Коня мешіттерінде пәтуалар беру, уағыз оқып, әрі ислам заңгері, қазысы, сот болады. Сонымен бірге молби ұстаздық қызмет қылады, медреседе шәкірттерге дін ілімін үйретеді. Сонымен қатар мейлінше ұстамдық көзқарастарымен мойындалған сопылардың жаңа бір бауырластығы, жаңа Мәулави бауырластығының негізін қалайды. Сонымен бірге жаңа Бекташи бауырластығы дейміз, адами Хаджи Бекташ уәлидің құрған ордені осы кісілердің дәруіштермен тығыз байланыста, қарым-қатынаста болған дегенде деректер айтылады. 1244 жылы 15 қарашада Коняға келген ерікті кезбе, яғни диуана Шамсаддин Мұхаммед ат-Тавризимен кездеседі. Және осы кездескеннен бастап бұл кісінің өмірі түбегейлі өзгереді. Шамсаддин Мұхаммед ат-Тавризидің календария жорамалдары, дін ілімі, мұсылмандық ережелері және Әбу Язид әл-Бастами мектебінің дәйексіз бірлестігіне құрылған идеялары Румиге айтарлықтай әсер етеді. Сөйтіп Руми Шамсаддинді өзіне ұстаз ретінде қабылдап, барлық интеллектуалдық ізденістерінің бәрінен бас тартады. Бұдан Шамсаддин ат-Тавризидің Мәулананың өзгерте алатындай ерекше бір білім иесі болғандығын көре аламыз, яғни мистик болғанын көре аламыз. Бұл кездесу Руми өмірдің түбегейлі өзгерткен кездесу болды. Жаңағы ұстаз әрі қаз Руми бұдан кейін нағыз мистик ақын Сопо Аскетке айналып шыға келді. Екінші жағынан Шамсының аты тарихта қалуының өзі осы Румимен тікелей байланысты деп айтады. Яғни екі теңіз бір-біріне қосылу арқылы, бір-бірін толықтыру арқылы екеуі тарихта қалды дейді. Яғни Румидің ашылуына бірден бір тікелей себеп болған жаңағы Шамсаддин. Ал Шамсаддиннің ашылуы Румиге ұстаздық еткендігінен деп айтылады көбінде. Ал бұл екеуінің жаңа кездесуі, бір-біріне ұстаздық етуі, рухани қосылуы, бұл әрине бұрын қызмет істеп жүрген Румидің шәкірттеріне мүлдем ұнамайды, екеуінің қарым-қатынас байланысы. Сосын ақыры Румидің шәкірттері наразылық білдіріп Шамсаддиннің артына түседі. Шамсаддинді сыйдырмайды, қудалайды. Шамсаддин бірілдеп ренжіп жоғалып кетеді жаңағыларға. Оның артынан жаңағы Руми хат жазып, баласы Сұлтан Уәлетті жіберіп жүріп, жаңағы Шамда кетіп қалған жерінен алдырады. Қайтадан екеуінің басы қосылып керемет сұхбаттар құрады. Коняға келгеннен кейін қайтып. Бірақ Мәулана жаңағы Шамсаддин дос тұтып, керемет жақын тұтып, сол кісінің ілімімен сусындап, басқа әлемнің барлығын ұмытады. Енді өзінің осы уақытқа дейін зерттеген алған ілімі, осының барлығын бас тартып, өзінше рухани кемелденеді, жоғары көтеріледі, яғни бір дәрежелерге.
Ал Шәмсідей ғұламаны түсіну, ол әрине Румидің бесіктерін қолданғаннан келетін дүниеде, Шәмсіні басқасы түсіне алмайды. Ақыры Шәмсіні шәкірттер күндеп жүріп, өлтіріп тынады. Енді Шәмсінің өлімі жайлы Румидің жаңағы Мәснави шәріпте де келтіретін жерлері бар, өліміне қатысты. Айтпаңдар ол жайында деген сияқты. Ол бір Румиге өте бір қатты соққы болып тиеді, рухани кәдімгідей Руми қайғырып құлайды. Құлазиды көңілі. Сосын өмірінің соңына дейін Шәмсіге деген сағынышпен бірге оянған жаңағы ұлы құштарлық аңсары ғашықтығынан туған дастандар жазады, өлеңдер, ғазалдар, бәйіттерді өмірге әкеле бастайды. Руми тек қана еңбектер жазып қойған жоқ, Шәмсіден кеткеннен кейін қазіргі Түркияның бір ұлттық білмейтін адамдар үшін би ретінде көрінуі мүмкін. Сема деген бидің негізін қалыптастырады. Бұл сыртқы формасы би сияқты көрінгенімен, бұл негізі зікірдің бір формасы. Яғни, мына жерден көріп отырғандай, дәруіштер сыбызғы тартып отыр, мына жерде айналып билеп тұр, екі қолын көтеріп. Ол деген сөз енді негізі мағынасына тоқталсақ, бұл бидің бір қолын көтереді, бір қолын төмен түсіреді. Формалары бар, екі қолын да көтереді. Бұның мағынасы қақтан алу, халыққа беру, жаңағы руханият деп те түсіндіреді екен. Енді бір жерде бір жағыменен ақырет әлемін ұстау, яғни ол дүниені, екінші қолыменен бұл дүниені ұстау, яғни бір жағына қалып қалмай, бір жағына беріліп кетпей, екеуін тең ұстап тұрып айналу деген мағынада түсіндіреді бұны. Мәулана тура осылай жаңғысып биледі дейді. Бұның енді өзінің орындалу тәртібі бар, реті бар, әдебі бар. Сема би деп аталады, сема би. Түркияға барған кісілер көп көретін шығар. Бастарына киген анау дәруіштің бөрік тұмақтары, сосын айнала биленген сема, самға, ракс самға билеген дәруіштердің бейнесі қазір көп деп көрінеді. Яғни бүгінгі Түркиядағы туризм жағы жақсыламауы, туристердің бірден бір көз айымы, көзінің қуанышы ретінде осы биді көп тамашалауға баратындар бар арнайы. Руми Жаладин негізі өзі 1273 жылы қайтыс болған. Енді негізі берген, қалдырып кеткен, артына соңына жазған мұралармен танысайық. Румидің негізгі шығармалары Мәснави шәріп, сосын жаңағы айтып кеткен Дивани Қабир. Мәснави шәріп еңбегі өте танымал еңбек. Жаңағы батыс әлемінің бүкіл қызығушылықтан руханияттарына аударып, көркем әдебиетке бұл кісіні жаңағы арқау ретінде алып суреттеп жатқан барлық дүниесі осы еңбектерінің арқасы. Мына кітабы Мәснави шәріптің түрік тілінде айтқанда түпкі басымы, яғни түпнұсқаның басып шығарған нұсқасы. Мынандай кітап, міне екі кітаптан тұрады. Біріншісі түпнұсқа, міне жазылған парсы тіліндегі кітап. Міне Мәснави. Көріне ме екен былай істесем? Таза парсы тіліндегі мынау түпнұсқасы. Ал енді мынау соның аудармасы, яғни түрік тіліне аудармасы. Парсы тіліне түрік тіліне аударған. Бұны кім аударды, қалай аударды, оны кейінгі видеолар салықтарда түсіндіріп айтатын боламыз. Енді бұл кітап бір қуантарлық жері қазақ тіліне де аударылған. Қазақ тіліне міне өзі 6 том еңбек. Қазақ тіліне аударылғаны мынандай керемет форматта шығарған екен, қараңыздар. 6 кітап. Жеке-жеке кітапша ретінде шығады. Біреу бірінші том. Руми бірінші том. Көрінем екен. Жанына ұстайын. Фокус келмей жатқан сияқты сондықтан өлім беретір ең басты көрсеттім.
тауып көріп аласыздар. Бұл кітап Конияда шыққан, жаңағы Руми Хазіретлерінің жатқан жері Конияда. Осы кітапты шығарған қазақ тіліне көптеген, мен өзім барып алдым бұл кітапты арнайы. Сонда көргенде Қытай тіліне де аударылған, көптеген тілдерге аударылған екен, тура осы форматта. Енді тағы да бір кітабы, өзінің жаңа шәкірттерге оқып жүрген бұл кісінің лекциялары, уағыздарын жинап, кейін Фиқи Мафиқ деген кітап шығарған. Өзінің баласы жаңағы Сұлтан келеді. Фиқи Мафиқ, мына кітап міне, түрік тіліндегісі бұл. Міне ол кісінің еңбектері. Сосын тағы да Мектубат дейді, Мәжлис Сабыр дейді, сондай еңбектері бар атақты. Ал кейбір кітаптар бар, мысалы Руми жазды деп аталып келген, бірақ ол кітаптар Руми жазған жазбағаны, Румидің қолтаңбасы бары, ол әлі нақты мәселе, басы ашылған дүниелер емес. Сондықтан негізгі осы еңбектеріне біз тоқталдық. Ал Мәснәуи еңбегіне келетін болсақ, Мәснәуи деген сөз жалпысы бұл бір жанр болып есептеледі. Шығыс шайырларында мына парсы әдебиетінің бір үлкен жанры Мәснәуи деген, яғни екі жол қостаған, қос жолдар, екі жолды бәйттер деген ғазалдар. Бұл осы Мәснәуи үлгісінде жазылған, Мәснәуи шәріп кітабы. Кейін сол жаңағы жанр бойынша Мәснәуи аталып кеткен. Енді Мәснәуи деп айтқан кезде біз көбінде осы жаңағы Румидің Мәснәуиін еске алып жатамыз, бірақ шығыстың шайырларының көбі осы Мәснәуи жанрында еңбектерін жазған. Бұл дастан Санай менен Фариат-дин аттар дастандарының жанрында жазылған, яғни Мәснәуи жанрында. Бұл дастан сопылық ілімінің өлең түрінде жазылған шынайы энциклопедиясы. Руми шығармашылығында және парсы әдебиетіндегі мистикалық поэзияның шыңы ретінде есептеледі. Бұл еңбектің жазылуына бірден бір себепкер болған өзінің шәкірті Хусамеддин Хасан Шәләби деген кісі ой салады, енді сіз осы кітапты жазсаңыз деген сияқты. Әрі ұстаз ауызша баяндап отырғанда ол кісі жаңағы көз ілмей көптеген түндерді жаңағы өткізіп, қолымен көшіріп қасында отырып жазып отырған. Тек алғашқы 18 бәйтті ғана өз қолымен жазды деп айтылады. Бұл еңбек шамамен 25632 бәйттен тұрады. Яғни екіге көбейтіп жүреміз, жаңағы бір бәйтті екі жолдан десек, бұл 70.000 жолдан тұрады деген сөз жаңағы. Бұл жырлар 20-дан астам тілге аударылған айттық. Енді ағылшын тіліне 8 том болып аударылды. Ең алғаш Николсон деген кісі көп зерттеп аударды. Осыны 1925-тен 40 жылдар аралығында бұл еңбек аударылды. Дивани Қабір еңбегіне келсе, жаңағы Шәмсәттинге арнап жазды дедік. Бұл ұлы жұмыс мағынасы қазақ тіліндегі. Тағы бір көлемді еңбегі шамамен 30.000 қостаған жолдан тұрады. Бұл кітап бәйттерден тұрады. Қазалдар, төрт тағандар және басқа да түрдегі тармақтарды қамтиды. Бұл кітап алғаш рет Тегеранда парсы тілінде 1957 жылы 8 том болып басылған. Қорытындыласақ, бұл жаңағы Румидің жалпы өміріне тоқталдық, жазған еңбектеріне тоқталдық. Заманның ұлы ойшылы болған Руми жайлы сөз қозғағанда ең басты ескеретін жайт Руми тану ғылымы. Шығыс елдері менен енді батыс елдерінде әбден жеріне жеткізіліп зерттелген, зерделенген сондай тақырып. Оның мұрасы тек ислам әлемі ғана емес, қазір басқа дін өкілдері, мысалы иудей, христиан бола ма, будда бола ма, даже атеисттер бола ма, өте кең танымал еңбек. Бұның себебі Румидің қозғаған идеяларының мазмұны жалпы адамзатты сүю ілімі, әлемді сүю ілімі, барлығын сүю ілімі. Румидің ілімі деп отырғанымыз. Адамдарды нәсіліне, дініне, табына қарамай тек қана адам болған үшін жақсы көру идеясы сопылық әдебиеттің негізгі идеяларының бірі, әрі негізгісі. Және осыны жеріне жеткізіп жырлағанда осы Руми еді. Руми танудың негізгі осыншалық көп талқылануы, зерттелінуі де оның адами руханият үшін қаншалықты маңыздылығын, өзектілігін көрсетеді. Румидің ешқандай жеке бір дін өкілі ретінде қаралмай, жалпы әлемдік әдебиеттің өкілі ретінде қаралатында осы себептен. Біз енді бір керемет бір жаңалық ашып отырғанымыз жоқ. Бар болған қазақ ғылымындағы Руми танудың негіздерін қолданбауы, бүкіл батыс шығыс әлемі таныған, қызығушылық танытып отырған Руми ілімі біздің елде отандық ғылымда еленбей қалуы, біздің жалпы әлемде ғылымда өзімізге не керегін әлі де
толық айқындай алмай жатқанымыздың бір көрінісі болса керек осы румиді жеткізе алмағанымыз. Енді румиді тек қана біз қолданғанда әйтеуір ана мына жерден бір жұлып алып арасына жаңағы цитата мысалдарын келтіріп айтып жатады. Бірақ румиді әлі зерттегеніміз жоқ. Академиялық дәрежеде бұл зерттелінген жоқ бұл тақырып. Ауызша болсын, жазбаша болсын, нақты румиге көп зерттеу енді басталып жатқан сияқты. Соған бір қосқан үлесіміз ретінде бізде де енді осы руми тақырыбын алып қаузап жатқан жайымыз бар ағайын. Енді баста айтып кеттік, румидің тақырыбына қатысты көптеген тартысты мәселелер бар. Мысалы румидің этникалық тегіне келетін болсақ, оны парсы дейді, тәжік дейді. Бүгін ауғандарды таласып жатыр, бүгінгі Ауғанстан жерінде. Туғандықтан ал Түркияда қайтыс болды, қазір қабір Түркияда болғандықтан түрік ұлтының өкілі дегенде көзқарастары бар. Сол бар. Сосын туған жылына қатысты ең бір қызық мәселе, руми жаңағы моңғолдар кейін барып Анадолыны жаулап алған кезде, моңғол шапқыншылығы барған кезде румиді қазір көптеген кейбір Түркияның ғалымдары моңғолдың сатқыны болды дегенде пікірлер айтылады. Сол моңғолдармен бірігіп іс-әрекет жасады, моңғолдарға сатылды, дүниеге сатылды дегенде көзқарастары бар. Бұны енді келесі бір бөлімде әңгімелейік, әңгімеміз созылып кетті. Шұбатылып кетпесін, сіздер шалықтырып алмасын. Енді әйтеуір абай айтады ғой, білгенімді жаза берейін, керек болса біреу алсын оқысын, керек жоқ болса өз сөзімді көзімдікі деген сияқты. Бізде де сол сияқты ой түйіп, білгенімізбен бөлісіп жатқан жайымыз бар. Біреудің ісіне жарап, қажетіне өтеп жатса, онда біз әрине риза боламыз. Енді қажет болмай жатса, өз сөзіміз өзіміздікі. Сіздермен болған Нұрдәулет Шаймұратұлы.